Құрметті көрермендер, бүгінгі әңгімеміз ерекше әрі жүрекке жақын болады. Егер сіз әлі біздің арнаға жазылмаған болсаңыз, бүгінгі оқиғаны тыңдағаннан кейін міндетті түрде тіркеліп кетіңіз. Ал енді жайғасып отырып, ана туралы жүрек тербейтін әңгімемізді бастайық. Ана туралы. Өмірде ең асыл нәрсе не? Көптеген адамдар байлық, даңқ, махаббат деп жауап береді. Бірақ осының бәрі уақытша. Бір нәрсе ғана мәңгі, ол ананың махаббаты. Бұл оқиға бір шағын ауылда өмір сүрген қарапайым ана мен баланың тағдыры туралы. Сондай бір қиын кездерде анасы Маржан өзінің 3 баласымен бірге кішкентай үйде тұратын. Күйеуі бала кезінен жоғалып кеткен, сондықтан Маржан барлық ауыртпалықты жалғыз өз басына алып жүрді. Қанша қиын болса да ол балаларын ешқашан тастамады, тек алға қарай ұмтылды. Күндізгі жұмысында тер төгіп, кешке үйдегі барлық жұмысқа үлгеріп, бірақ ешқашан бір ұрсықтауды көрмей, балалармен жайлы, мейірімді ортада өмір сүрді. Ең үлкен баласы Азамат, ол әкесін көрмесе де, анасының бойынан батырлық пен күш-қуат көріп өсті. Анасы қанша шаршаса да, оларды жұбататын сөздермен тыныштандырып, оларға үміт беретін. Маржанның барлығы жақсы болады, мен сендермен боламын деген сөзі Азаматтың жүрегіне мәңгі сақталды. Бір күні Азамат ауылдан алысқа кетіп, үлкен қалада жұмыс істеуге бел байлайды. Анасы оған бұған дейін көрмеген батырлықты көрсетіп, қолдау білдіреді. Балам, менің тілегім сенің бақытты болуың. Сен қайда жүрсең де, мен әрқашан сенің артыңнан жүремін. Сенің алдыңда тек жаңа мүмкіндіктер мен армандар бар. Деп Маржан ұлына батасын берді. Азамат қалада көп қиындықтарға тап болады. Бірақ әрқашан анасының айтқан сөздері оны алға жетелеп қиындықтарды жеңуге көмектеседі. Әрқашан есінде анасының, мен сенің үшін барлығына төзуге дайынмын, сондықтан сен тек алға ұмтыл деген сөзі жатталып қалған еді. Кейін Азаматтың өмірі біртіндеп жақсара бастайды. Ол қалада өз орнын тауып, атақ-даңққа қол жеткізіп, отбасын асырай алатын жағдайға жетеді. Бірақ қалада тұрып, байлық жинаған сайын, оның жүрегінде бір тесік пайда болды, анаға деген сағыныш. Сол кезде Азамат өзіне көп сұрақ қояды, мен неге бай болдым? Не үшін? Осы байлық мені жақсырақ адам ете ме? Анасының айтқан сөзі оның жүрегінде жаңғырып тұрды, құндылық тек ақшада емес, адамгершілік пен сүйіспеншілікте. Азамат анасының үйіне оралады. Әрине, оның қолында қымбат киімдер мен шетелден әкелген сыйлықтар бар еді. Бірақ ол ең алдымен анасына бір нәрсе бере алу үшін оралған болатын. Бірақ үйге келгенде оның жүрегін ауыртқан бір жағдай болды, анасы Маржан науқас болып шықты. Уақыт өте келе, әжімдер бетінде көпшіліктің көрмеген, бірақ ол сезінген жасырынып тұрған ауыртпалықты байқамай өтсе де, бір сәтте оны жеңіп шықты. Азамат қымбат жиһаздар мен сыйлықтардан бас тартып, ананың жанында мәңгі болуды шешеді. Ол бар байлығын, жұмысының ауырлығын артта қалдырып, анасының қасында қалуды таңдады. Ол ананың жүрегінен шынымен тек сүйіспеншілік пен қамқорлық ала алатынын түсінді. Маржан ешқашан байлықтың артынан жүгірмеген еді. Оның байлығы бұл балаларының дені сау болып өсуі мен олардың жүректеріндегі мейірім мен сүйіспеншілік. Ол балаларының қасында болғанда ғана шын бақытты болатын. Жылдар өтсе де, Азаматтың жүрегінде тек анасының айтқан сөздері ғана қалды. Мен үшін бәрін жасай аламын. Сендердің бақытты болуларың менің ең үлкен жетістігім. Азамат анасына қарап, өзінің ең үлкен байлығының анасының махаббатынан екенін түсінді. Құрметті көрермендер, ана туралы оқиғам сіздерге ой салды деп сенемін. Егер сізге бұл әңгіме ұнаса, біздің арнаға міндетті түрде тіркеліп, лайк басып пікір қалдырыңыз. Алда сіздерге тағы да көптеген жүрек тебірентетін әңгімелер мен өмірлік сабақтар күтіп тұр.